Сәлем достар, бүгінгі тақырып баланың тісін құртап кетудің алдын қалай аламыз. Жалпы балалардың тісін құртатпау үшін белгілі бір жасқа дейін не істесек болады, иә? Ол үшін ең алдымен күтім керек. Азанда кешке тамақ жеп болғаннан кейін баланың тісін міндетті түрде тазалау қажет болады. Сонымен қатар щеткасы әртүрлі болады. Кәдімгідей осындай щеткалар да болуы мүмкін. Ең бастысы мягкий щетка алуымыз керек. Егер осындай қарапайым щетка алатын болсаңыз, мягкий щетка алуымыз керек. Осы мягкий щетканы азана кешке баланың тісін міндетті түрде тазалауымыз керек. Оны жайлап тіс шыққан кезден бастап күтінсек, онда баланың тісі бірнеше уақытқа дейін құрттамай жүруі мүмкін. Одан кейін бала тісінің құрттауын алдын алатын тағы да бір дүниелер бар, заттар бар. Олар ирригатор, қазіргі кезде естіп жатырмыз. Ирригатор ол кез келген техника сататын дүкендерде болуы мүмкін. Оны бүткіл отбасыңызбен де пайдалана аласыз. Мен әлі сатып алып көрмедім, бірақ жақсы құрал деп естідім. Алла қаласа болашақта бізде сатып алып бүткіл отбасымызбен пайдаланармыз. Одан кейінгі зат ол жаңағы электронды тіс щеткасы, ондай да бар екен. Электронды тіс щеткасы бір жағы, яғни өзінен өзі айналып тұрады, екінші жағымен жаңағы тазалай бересіз. Бұны енді кішкене балаңыз ересек болса, осы электронды тіс щеткасын берсеңіз, өздері қызығып тазалауы мүмкін. Мен кішкентайларыма оны алмадым көргенмен. Ондай тіс щеткалар қарапайым аптекаларда болмайды. Сол себепті тіс емханаларында, мықты деген тіс емханаларда сатылымда болуы мүмкін. Сол жерден барып сатып ала аласыз, болмаса арнайы тапсырыспен ала аласыз. Балаларды қызықтыру үшін, балалардың күнделікті тісін жуғызуды үйрету үшін электронды тіс щеткалары өте балаға қызықты болуы мүмкін. Батарейка арқылы істегеннен кейін, өзінен өзі айналып тұрғаннан кейін бір жағы. Сол себепті ол балаға бір мотивация беруі мүмкін. Сол себепті де электронды тіс щеткасын жаңағы ересек балаларға алған дұрыс деп санаймын. Енді өздеріңіз білесіздер, кішкентай балаларымызға аламыз, қасында бақылап тұрамыз десеңіздер, онда кішкентай балаға да болады. Бұл тіс күтімі, тісті осылай күтеміз. Одан бөлек фастфуд өнімдерін, әртүрлі газды сусындарды ішуге болмайды, жеуге болмайды. Одан кейін шайды қатты қарағып бермейміз. Бергеннің өзінде де ақшылтым қылып беретін боламыз. Одан кейін міндетті түрде тісті барынша жақсы тазалау керек. Сол арқылы тіс күтімін ұзақ уақыт жаңағы тісті әппақ қылып сақтай алады екенбіз. Сонымен қатар кальций өнімдерін көп беруіміз керек. Ол сүт, айран, сүзбе деген секілді кальций өнімдерін көп бергеніміз балаға дұрыс болады. Одан кейін міндетті түрде шоколад, тәтті өнімдерді барынша азайтқаныңыз дұрыс. Егер балаңыз қоймай жатса, міндетті түрде не жеймін, тәтті жеймін деп, онда балды берсеңіз болады. Себебі балдың зияндығы азырақ. Ол себеп табиғи өнімге саналады. Болмаса сухофрукты, тәтті сухофруктылар болады, мейіз, одан кейін чернослив секілді. Сондай тәтті сухофруктыларды, кепкен сухофруктылар бар. Сондай сухофруктыларды алдына қойып қойсаңыз болады. Ол тәттінің орнын ауыстырады. Бал, осындай тәтті сухофруктылар балаңызға керекті глюкозаны береді. Әрі олар өте пайдалы болады. Сол себепті де осындай тәтті өнімдерді сухофруктыға ауыстырғанымыз дұрыс болады. Достар, көргендеріңізге рахмет. Егер де видео пайдалы болса, бөлісіңіздер. Менің арнама міндетті түрде жазылыңыздар. Алла қаласа сіздерге бұдан да қызықты әрі пайдалы видеолар болады. Сол себепті жазылуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, ұнаса лайк басыңыздар, ұнаса бөлісіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, астына комментарийға жазыңыздар. Пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, мен міндетті түрде барлығын оқимын. Сол себепті де жазып, атсалысып отырыңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Жазылуды ұмытпаңыздар.